Мен қазанда бірінші рет болып жатырмын. Көп жылдар бойы осында келуге армандағанмын. Енді осы бір себеппен осы қазанда қазір 2 күн болды. Осы жердегі бауырларымызбен, достарымызбен кездесіп жатырмыз. Бүгін мінеки татарлар дүниежүзілік конгресінің ғимаратындамыз. Керемет Қазан бір түрік әлемінің бір үлкен қаласы. Әлбетте маған үлкен әсер етті. Мен өте қуаныштымын. Ең бастысы бұл жерде біздің достарымыз, біздің бауырларымыз бар. Солармен сұхбаттасып, әңгімелесіп, мен 2 күнде үлкен әсер алып жатырмын. Үлкен рахмат. Сіздің Қазақстан Халықлары Ассамблеясында әлбәттә татарлар да бар. Evet. Қазақстанда яшәүче татарлар Қазақстан тарихында нинди роль уйный? Бізде Қазақстан Халық Ассамблеясының құрамында 4000-нан астам әртүрлі ұжымдар бар. Соның ішінде әлбетте қазақстандық татарлар бір үлкен бөлігі болады. Біз татарлар Қазақстанда Қазақстандық конгреске біріктірілген 28-ден астам ұжымдары бар. Әлбетте ол Қазақстан Халық Ассамблеяның бір жақсы бір үлкен бөлігі. Біз енді түбіміз бір, тарихымыз бір, тіліміз бір, дініміз бір, бірге тарихта араласып жатырмыз. Сондықтан татарлар Қазақстанда ежелгі уақыттан бері өмір сүреді. Ол біздің халқымыздың бір ажырамас бөлігі. Татарлардың мәдениеті, тарихы, дәстүрі ол біздің Қазақстан халқының мәдениетін көп толықтырады. Әлбетте біздің экономикаға, саясатқа, мәдениетке татарлардың үлесі зор. Сондықтан біз осы жерге келе тағы да оны айтып, біз татарларға, татар бауырларымызға, татар еліне де үлкен рахметімізді айтамыз.